осыдан бір ай бұрын мен Измирде оқитын бір қазақтың ерекше қызымен танысқан болатын. Біз бүгін Измирге келдік. Қазір Измирдегі ең әдемі жерлердің біріне келдік. Бізді бұл жерге Наргиз алып келді. Ребят, если обязательно приедете в Измир, обязательно сюда приходите, потому что здесь очень красиво, и каждый раз, когда я прихожу сюда, я снова влюбляюсь и влюбляюсь. Ал достар, біз İzmir Saat Kulesi'ne келдік. Міне көріп тұрғаныңыздай, осы тарaf. Çok güzel. Сонымен Измирдегі қонақ алаңын көріп көзайым болдық. Ендігі бағыт ежелгі Эфес. Соңғы аялдама. Nereye? Şeye bineceksiniz, Tepeköy köyüne. Tepeköy bu tarafa gider. Tepeköy'de ineceksiniz oradan. Bu neden gitmiyor? Bu kısa mesafeli vermişler. Aradaki yolcuyu alsın diye. Антикалық қалаға бара жатырмыз. Бірақ кішкене адастық. Бұл жерде қысқа жол бойынша баратындар және ұзын жол бойынша баратын трендер көп екен. Бүгінгі Ефестен нені көруге болады? Ежелгі қала 10 шақырымға дейін созылып жатыр. Егер гид алмасаңыз, Артемида ғибадатханасын табу қиын. Қаладағы қирап қалған бағандардың бәрін ұқсата беруіңіз мүмкін. Hi. They put their sponge in the water and wash them. Herkese merhaba. Efes'e hoş geldiniz. İzmir'den 60 şақырым жердегі Efes'теміз. Efes бұл Selçuk қаласындағы ең ескі көне музейлердің бірі. Есесіне Селси кітапханасы мен гладиаторлық жекпе-жектің түр-түрі өткен театрды бірден танисыз. Міне мынау театр баспалдақ екен, үстіне қарай көтеріліп көрейік.